Түн ортасы. Айналада тек қалың ағаштар мен тұман еді. Телефон ұстамайды. Жел ағаштарды сықырлатып, біреу сыбырлап тұрғандай әсер қалдырды. Бұл жол карталарда да жоқ еді. Бірақ неге екенін ешкім білмейді. Бұл жерге кірген адам сирек қайта шығады. Жолдың соңында біртүрлі нәрсе көрінеді. Орманның дәл ортасында тұрған қара есік. Үйде жоқ, қабырғада жоқ. Тек қана ашық тесік ашық тұр. Ішінен қараңғылық шығып тұрғандай. Жарық жоқ, дыбыс жоқ. Бірақ біреу тұрғандай сезім бар. Есікке жақындаған сайын ауа салқындай беретін. Қадам дыбысы өзімдікі емес сияқты естілді. Бір сәтте есік өзінен өзі сықырлап ашылды. Есік алдында силуэт пайда болады. Оның не беті жоқ, не көзі жоқ, бірақ ол мені көріп тұрғандай. Адамдар айтатын, бұл силуэт осы жоғалып кеткендердің көлеңкесі. Олар есіктен өткен, бірақ қайта шықпаған. Ал енді олар басқа адамдарды күтеді. Егер сен түнде орманда жалғыз жол көрсең, егер орман ішінде жалғыз тұрған есікті көрсең, ешқашан жақындама. Өйткені бұл оқиға ресми карталарда жоқ жолдан басталды. Бұл жолды ешбір навигатор көрсетпейді. Бірақ түнде, әсіресе түнгі 2:17-де кейбір адамдардың телефонында бұл жол өзінен өзі пайда болады. Экранда жай ғана сұр сызық атауы жоқ. Бірақ сол сызықпен жүрген адам қайтып бұрынғыдай болмайды. Сол түні бір жігіт осы жолға түсті. Басында бәрі қалыпты сияқты болды. Бірақ бірнеше минут өткен соң орман қалыңдай бастады. Ағаштар бір-бірінен тым жақын. Жарық азайды. Радио шуылға толды. Ал артқа айнадан қарасаң, жол бұрынғыдай емес. Артында тұман, қалың, тірі сияқты қозғалады. Көлік кенет тоқтап қалды. Мотор өшті. Бір уақытта кенеттен бір түрлі дыбыс естілді. Ағаш еден сықырлағандай. Бірақ мен түсінбедім. Өйткені мұнда үй жоқ, тек қана орман. Сол кезде ол көрді. Орманның дәл ортасында тұрған қара есік, жай ғана есік. Қабырға жоқ, үй жоқ, тек есік. Оның артында қараңғылық, есіктің ішінен салқын ауа ұрып тұр. Тура қабірден шыққандай. Жігіт артқа кетпек болды. Бірақ жол жоғалып кеткен. Оның тұрған жерінде енді жол жоқ, тек ағаштар. Тіпті жолдың ізі де қалмаған сияқты. Тығыз, қараңғы, тірі сияқты. Бір уақытта есік баяу сықырлап ашылды. Өзінен өзі іштен әлсіз жарық көрінді. Бірақ ол жарық емес еді. Бұл қараңғылықтың ішіндегі әлсіз қозғалыс қана. Жігіт бір қадам жасады. Сол сәтте уақыт өзгергендей болды. Құлағында жүрек соғысы қатты естілді. Екінші қадамда артындағы орман жоғалып кетті.
Ал енді есіктің алдында ғана тұр. Басқа ештеңе жоқ. Ішке кіргенде құдды бір ол қараңғы бөлме сияқты. Еден шіреген, қабырғаларда ұзын көлеңкелер қозғалып жүр. Бірақ бөлмеде ешкім жоқ сияқты. Тек ауыр тыныс алу дыбыс естілді. Бірақ бұл оның тынысы емес. Сол кезде ол бұрышқа қараған еді. Және әлденең бірдеңені көрді. Есік алдында тұрған силуэт адам сияқты, бірақ тым ұзын. Иықтары тым кең, басы тым төмен салбыраған. Не беті жоқ, бірақ қарап тұрған сезесің. Ол көзсіз көріп тұр. Жігіт қашпақ болды. Бірақ аяқтары қозғалмады. Силуэт бір қадам жасады. Сол қадаммен бөлме суып кетті. Мұздай тер шықты. Ауа мұздай болды. Тыныс алу ауырлаған еді. Силуэттің ішіне дауыс шықты. Бірақ бұл дауыс емес еді. Бұл басынан ішінен пайда болған сөздер. Яғни оның ойы сияқты. Сен кешіктің. Сен кешіктің. Сен кешіктің деген ойлар. Қабырғаларда басқа көлеңкелер көріне бастады. Олар да адамдарға ұқсайды. Бірақ бәрі бірдей. Бетсіз. Қара. Тыныш. Олар бұрын адамдар болған. Олар да осы жолмен келген. Олар да осы есікті көрген. Енді олар есіктің бір бөлігіне айналды. Яғни бір көлеңкеге айналған сияқты. Олар күтушілер. Олар тірілерді күтеді. Жігіт айқайлағысы келді, бірақ дауысы шықпады. Оның көлеңкесі еденнен ажырай бастады. Ол өз көлеңкесінен қозғалып, есікке қарай кеткенін көрді. Сол сәттен кейін ол өзі де көлеңкеге айнала бастады. Адамдар айтатын, егер сен түнде орман ішінде жалғыз жол көрсең, бұл кездейсоқ емес. Өтініш, ол жолға бармаған жөн деп айтатын. Бірақ ол оған сенбеген еді. Ой, қайдағы деген сияқты ойлар келетін оған. Егер сен орман ортасында жалғыз тұрған есікті көрсең, бұл саған ескерту. Бұл соңғы белгі. Егер есік алдында силуэт тұрса, бұл сенің орның дайын деген сөз. Өйткені бұл басқа әлемге емес. Бұл есік сенің орныңда алатындар әлеміне апарады. Ал сенің орныңда енді басқа біреу жүреді. Ал қазір, егер сен оны әңгімені түнде жалғыз оқып отырсаң, артқа бұрылып қара. Мүмкін есік сенің артында да ашылып тұрған шығар. Біреу сені аңдап тұрған шығар. Егер де сіздер бұл оқиға сенбесеңіздер, ол жігіт басында ол әшейін өзімнің ойым деп ойлады. Бірақ кейіннен ол бәрін түсіне бастады. Бәрін шындыққа қабылдай бастады. Егер де сіздер осындай белгіні байқасаңыздар, бірінші ескерту: ешқашан алдыға артқа жүрем деп, немесе орманды аралайым деп тырыспаңыз. Екінші қадам: кездейсоқ есік көрсеңіз, ешқашан оның маңына да жоламаңыз. Үшіншіден, егер есік ашылған болса, есіктің ішіне қарамаңыз. Өйткені сіз де сондай көлеңке болып кетуіңіз мүмкін. Үшінші қадам: жайменеп отырып сотыңызды ашыңыз. Егер сіздің сотыңыз зарядкасы отырса, тездетіп мәшинеңізге барыңыз. Және де мәшинеңіздің зарядке тығып қойыңыз.
Төртіншіден, машинаның ішінен шықпаңыз. Өйткені бұл орман белгісіз. Сіз мүмкін басқа әлемге түскен шығарсыз. Бесінші, ешқашан терезені ашам деп ойламаңыз. Алтыншыдан, барынша машинамен жүргеніңіз дұрыс. Жетінші, машинеңіз сөнген болса, интернетіңіз өшкен болса, ондаша 112 деген номерлерге звондаңыз. Олардың келгенін күтіңіз. Өйткені сіз SCP әлеміне түстіңіз. Яғни белгісіз хоррор әлем. Әрқашан сақтықта болыңыз. Оқиғам осындай нәрселерден басталған еді. Мен де осылай, осы кісі сияқты келген едім. Басында еш нәрсеге сенбедім. Дәл осылай орманды араладым. Мәшинем өшіп қалды. Соткымның зарядкасы өлді. Бұның бәрі как будто бір белгісіз нәрсенің басы. Мен басында оны ойладым. Жай нәрсе, ештеңе емес деп. Бірақ соңында түсіне бастадым. Бір тұрған жалғыз есікті көрдім. Ол есік мен жақындағанда жаймен деп сықырлап ашылды. Мен де бұны ойладым. Жай ғана есік, бірақ қабырғасы жоқ. Айналасында не үйлер жоқ, тек қана орман және де есік. Мен қызыққа барып қарап көрейін деп шештім. Жақындаған сайын жүрек соқсым аузымнан естілді. Тағы да жақындадым. Бірнеше қадамнан кейін біреулердің сыбырын, дыбысын естідім. Біреу маған құдды бір күліп тұрғандай, мысқылдап қарап тұрғандай. Артыма қарадым, ешкім жоқ. Тағы да жүрдім. Артыма қарадым. Біреу тұрған сияқты, бірақ ешкім жоқ. Солай бірнеше қадам жасағаннан кейін өзіне жеттім. Алдына қадам жасайын деп атқанда есікке, бір уақытта есіктің ішінде қараңғы, бір қара силуэт тұрғандай. Ол мені қарап, көріп тұрғандай, бақылап тұрғандай сезім болды. Бірақ мен қорқып бастадым. Мен бірақ өз қорқынышымды білдіргім келмеді. Есікті сыртынан қарадым, ішінен бүйтіп айналып қарадым. Бірақ түк жоқ. Мен барып қарап көрейінші дедім. Фонарик жақтым. Қолыма ұстадым. Жақындап ішіне кірдім. Есік өзіне өзі жабылып қалды. Бір басқа бір әлемге түскендей, бір порталға мінгендей сезім болды. Ішінде жүрдім. Бір қара бір комната сияқты. Әрі-бері кезіп жүрдім. Ой, қызық емес қой деген сияқты ойлар болды. Бірақ бір уақытта артымнан біреу сыбырлады. Бекер келдің, бекер келдің. Мен ойладым, бұл менің сөзім шығар деп. Тағы да қадамдар басып жүрген сайын біреу менің артымнан жүрген сияқты. Бұл менің қадамым емес, менің артымдағы адамның қадамы сияқты. Көлеңкелер пайда болды. Силуэттер. Мен қорқа бастадым, бірақ қорқынышымды білдіруге болмайды. Жүрдім, әлі жүрдім, бұлай жүрдім. Бірақ артымда біреу тұрған сияқты болды. Артыма қараймын, фонарик жағам, ешқандай белгі жоқ. Содан соң есікке қарата қайттан бардым. Яғни есікті көрдім. Есікті ашып едім, аппақ бірдеңе. Аппақ. Мен оған аттап басайын деп атқан кезде артымнан біреу сылқ етіп ұрған еді. Мен тағы да сондай бір комнатада пайда болдым. Бір қара есік. Барлық жер қап-қараңғы. Тек бір есікті көрдім. Және бір терезені көрдім. Ойым, не істесем екен деген оймен болды. Содан кейін мен есімнен талып қалдым. Сосын мен бұны түс деп ойладым. Оянсам, түсім екен ғой, оказывается, дедім.